Байқоңыр ауданының халыққа қызмет ету орталығында тұрмын. Некемді база кіргізуге мына жерде міне нұсқаулық жоқ. Тек қана орыс тілінде. Жерде мен анықтамада отырған адам нұсқаулық жоқ деп жауап берді. Мына жерде жауап беретін адам. Сіз сонымен жоқ екенін мойындайсыз ғой, иә? Яғни жоғарыда бастықтарыңыз солай бұйрық берді ме? Қазақшасы болмасын, орысшасы ғана тұрсын деп. Халида, фамилияңыз кім болады сіздің? Солай да жауап бересіз бе маған? Халида, фамилияңыз кім болады сіздің? Мен сізден сұрап тұрмын ғой. Жауап бермейсіз, е? Жақсы, өте жақсы. Мына жерде маған жауап беруден бас тартты. Бұл Байқоңыр ауданының азаматтарға арналған үкімет, яғни ЕГУФ бойынша қызмет ететін орталық жұмыс уақытымен. Маған міне осында жауап берді. Бұл жердің, яғни қазақ тіліне қысқырғандары бар екен, мемлекеттік тілге яғни. Мен міне қазір халыққа қызмет ету орталығы Байқоңыр ауданы бойынша сондай орталықтың алдында тұрмын. Бұл жерде мен 2008 жылға дейін некемді базаға енгізу үшін келген болатынмын. Бірақ бұл жерде бір жаңағында нұсқаулық бар екен, нұсқаулық. Тек қана орыс тілінде екен. Мен қазақ тілінде сұрап едім, оны жоқ деді. Сол жерде тұрған бастықтан сұраңыз деді. Бастық деген Халида деген қарындасымыз екен. Фамилиясын айтудан бас тартты. Және мен жаңа нұсқаулықтың қазақшасын сұраған кезде маған до свидания деп айғайлап жауап берді. Осы мәселе бойынша қандай мекеме жауап береді, қандай бастық жауап береді екен, соны мен сұрау салып осы Facebook арқылы жолдаймын.